Қайырлы күн достар, сіздермен Айнамгүл, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз хинкалидің кішкентай түрін жасайтын боламыз. Өте дәмді болып шығады, менімен бірге жасап көріңіздер. Ол үшін бізге ұн және су керек. Суға кішкене тұз салып, араластырып, ұнымызға құйып, қатты қамыр жасайтын боламыз. Суымыз жылы болмау керек, салқын болу керек болады. Бес-жеті минуттай иегін қандырып басып аламыз. Салафанға салып демалдыруға қойып қоямыз. Оған дейін салмасына бізге тартылған ет және де бір үлкен пиязды саламыз. Дәміне қарай тұз бұрыш салып араластырамыз. Етіміз майлы болған тіпті жақсы болады. Енді қамырымыздың иегі қанғаннан кейін жаямыз. Ұнды басында кішкене саламыз, бірақ соңына қарай ұнды көп салмауға тырысамыз. Себебі қамырдың өзі де қатты болғасын, ұнды көп қажет етпейді, жасаған кезде жабыспай қалады. Қамырымыз жайып алдық, енді кесіп шығамыз. Кескенде менде мұнда видеода үлкен болып көрініп тұрған болар, бірақ көлемі пельменінің, яғни тұшпараның көлеміндей болу керек. Барлығын кесіп шығамыз, содан кейін салмасын саламыз. Мен барлығын салып шықтым. Егер кеуіп кетеді десеңіздер, біртіндеп салып отырсаңыздар да болады. Енді видеодағыдай хинкалиімізді жасаймыз. Қатты қысып отырып жасаймыз, әйтпесе босап кетуі мүмкін. Барлығын бір жерге жинап, қысып аламыз. Тағы бір түрін көрсетемін. Кішкентай болғасын кішкене ыңғайсыз болуы мүмкін басында орағанда, бірақ содан кейін қолыңыз үйреніп кетеді. Өте оңай. Тек бір жаққа қарай жинаймыз, екі жақтан жинамаймыз. Достар, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Осылай барлығын жасап шығамыз. Әп-әдемі болып шығады. Қайнап тұрған суға саламыз. 15 минутта пісіріп аламыз, достар. 10-15 минутта пісіреміз. Одан көп тұрып қалса езіліп кетеді. Дайын болды, достар, жасап жатсаңыздар ас болсын. Ортасына айран немесе майонез салуға болады.